Сәлеметсіздер ме? Біздің бүгінгі тақырып Python бағдарлама тіліндегі жолдар. Жол тырнақшаға алынған Unicode таңбаларының тізбегі. Python бағдарлама тілінде жолдарды анықтау үшін жалғыз немесе қос тырнақшаны пайдалануға болады. Экранда көрсетілген мысалда көргеніңіздей, жолды мән ретінде енгізу үшін біз міндетті түрде тырнақшаға алуымыз керек. Жолда бірнеше арнайы таңбалар болуы мүмкін. Жаңа жолға түсу, табуляция және тағы сондай секілді. Мысалы, қиғаш сызықтан кейін N әрпін жазсаңыз, ол new line, яғни жаңа жолға көшуді жүзеге асырады. Жолдағы айнымалар. Python жолға басқа айнымалардың мәндерін енгізуге мүмкіндік береді. Ол үшін жолдың ішінде айнымалар жүйелі жақшаға орналастырылады. Ал F таңбасы бүкіл жолдың алдына қойылады. Мысалы, экранда көрсетілген мысалда, жүйелі жақша ішінде user деп жазылған айнымалының орнына сол user айнымалысының ішіндегі мән қойылады. Жолдағы символдарға қол жеткізу қалай жүзеге асады? Айнымалы атауынан кейін тік жақшадағы индекс бойынша жеке жол символдарға қол жеткізе аламыз. Жолдағы ең алғашқы символ индексі 0-ге тең болады. Егер тік жақшаның ішінде теріс мән көрсеткен жағдайда, ол соңғы символдан бастапқы символға қарай жылжиды. Экранда көрсетілгендей, бұл 0 символындағы бұл S әрпі. Дәл сол секілді басқа әріптерде символдары индекстер арқылы алсаңыз болады. Мысалы, M әрпін алу үшін бізде оның индексі 4-ге тең. Жолды қиып алу. Қажет болса, бір жолдан жеке таңбаларда ғана емес, ішкі жолда да ала аламыз. Ол үшін келесі индекс қолданылады. Мысалы, айнымалы атауынан кейін тік жақшаның ішінде диапазонын көрсетуіміз керек. Яғни, негізінде ол 3 мәнді қабылдайды. Егер сіз қос нүкте қойып, одан кейін индексті көрсетсеңіз, 0-ден бастап сол индекске дейінгі аралықтағы символдарды алып береді. Егер сіз 2 мән көрсетіп, ортасына қос нүктені қойсаңыз, алғашқы көрсетілген индекстен соңғы көрсетілген индекске қарай барлық символды алады. Бұл жерде айта кетуіміз керек, соңғы көрсетілген индексіңіз ол қоса алынбайды. Яғни сол индекске дейінгі символдарды алады. Әрі қарай егер 3 мән көрсетсеңіз, онда қос нүкте 2 болады, яғни бастапқы мәні, яғни қай жерден басталу керек, соңғы мәні әрбір символдан кейін сонша қадамға артып отырады деген сөз. Немесе тең отыруы мүмкін. Экрандағы мысалды қарастырайық, жолды қиып алу бойынша. Бірінші, string деген айнымалының ішіне сәлем YouTube деген жолды сақтадық. Бірінші экранға шығару print функциясында 0-ден бастап 5-ші индекске дейінгі барлық әріптерді шығарады. Бұл жағдайда бізде 5-ші индекстің өзі кірмейді, 0, 1, 2, 3, 4 шығады экранға. Әрі қарай print функциясы екінші шығару кезінде бұл 6 мен 9 аралығындағы сандарды шығарады. YouTube деген U әріпі 6-шы болып тұр, әрі қарай 3 символ бар, бұл жерде 9-шы символ кірмейді. Келесі, үшінші экранға шығару функциясында 3 мән көрсетілген. Бұл жерде бірінші индекстен 7-ші индекске дейін, яғни 7-ші индекстің өзі кірмейді, 2 қадам артып отырады. Бірінші индексте A әрпі, одан кейін 2 қадам жылжиды, ол E әрпі, тағы да 2 қадам жылжиды, бос орын символ ретінде есептеледі бұл жерде. Әрі қарай O әрпі кірмейді. Жолдарды біріктіру. Ең көп таралған жол операцияларының бірі оларды біріктіру. Жолдарды біріктіру үшін қарапайым қосу амалы қолданылады. Яғни, бұны конкатенация деп атайды. Мысалы, name айнымалысы ішінде Айбек деген есім сақталған, showname ішінде Назаров деп тұр. Екеуінің қосындысы конкатенация арқылы бір full name деген айнымалының ішіне сақтайды.